Сәлем достар, сіздермен бір әдеттегідей доллар кезет арнасы. Бүгін мен сіздерге доллар туралы 7 дерек жайлы айтатын боламын. Доллар әлемдік қаржы жүйесіндегі ең танымал және негізгі валюта. Супермаркеттен күнделікті доллармен сауда жасамасаңыз да, америкалық валютаның қандай екенін білетініңіз анық. Бізде доллардың құны 400-нің үстінде болғанымен, шетелдік валютаның бір банкнотасын басып шығару үшін бар болғаны 5-7 цент жұмсалады екен. Олай болса назарларыңызға әлемдегі негізгі валюта туралы өзге де қызықты деректерді ұсынамын. Доллар ақш-тың ғана ресми валютасы емес. Сальвадор, Шығыс Тимор, Эквадор, Зимбабве және Маршалл аралдары секілді 15-ке жуық елде доллар ресми валюта болса, Гуам, Палау, Пуэрто-Рикода ақш-тың доллары жергілікті валюталармен бірге заңды түрде қолданылады. Қазіргі таңда шығарылатын доллардың 3/2 бөлігі әлем бойынша тарап кеткен. Себебі халықаралық сауданың 80% доллармен жүзеге асырылады. Бірақ валюта бүгінгідей статусына екінші дүниежүзілік соғыстан кейін ғана ие болды. Оған дейін әлемдік қаржы нарығында ағылшындық фунт стерлинг үстем құрған еді. Бакс жаргон сөзі бұғы терісінің атауынан шыққан. Ағылшын тілінен бакс сөзі бұғының терісі болып аударылады. Үндістер, тұз, оқ-дәрі, ішімдік секілді тағы да басқа дүниелерді қажетті заттарын бұғының терісіне айырбастап алатын. Бакс сөзін көне заманның шарап құдайы Бахустың атымен де байланыстырады. Ал Гренбакс атауына себеп болған American Banknote көпбаспа орталығы долларды басып шығаруға тапсырыс келген сәтте оларда тек жасыл түсті бояу болғандықтан ұлттық валютаның түсі жасыл болып басылады. Осылайша Гренбакс атауға ие болды. Доллар немістің таллер сөзінен туындаған. Ең алғаш доллар аталған ақш-тың банкноталары емес, 1567-1571 жылдары айналымда болған шотланд тиындары еді. Ал доллардың пайда болуына себепші болған таллерді Америкаға нидерландық қоныстанушылар әкелді. Доллар ақш-тың ресми валютасы болып 1794 жылы бекітілсе, таңбасы осыдан шамамен 237 жыл бұрын кәсіпкер Оливер Палок алғаш қолданған деген болжам бар. Ол соғыс кезінде испандықтардан қару-жарақ сатып алып, есеп кітапшасына испан песосын толық жазбай, PS әріптерін құралған таңбасын қолданылған. Долларды зығыр мен мақтадан жасайды. Доллар басылатын қағаздың құрамында 25% зығыр, 75% мақта және аз мөлшерде синтетикалық талшықтар кіреді. Банкнотаның құнына қарамастан барлық доллардың салмағы шамамен 1 грамм болады. Зерттеушілердің айтуынша банкноталар 4000 рет бүктелсе де жыртылмайды. Дегенмен әр банкноттың жарамдылық мерзімі бар. 100 доллар 5 жыл, 20 доллар 25 ай және 1 доллар 18 ай қолданылады. Ең көп тараған банкнот 1 доллар. ақш-та көп қолданылатын 1 доллар мен 20 доллар болса, әлемнің өзге елдерінде 100 доллар жиі пайдаланылады. Барлық басылып шыққан банкноталардың 50%-ы 1 доллар екен. Ал бірте-бірте айналымнан шығып бара жатқан 2 долларлық купюра соңғы рет 2003 жылы басылған. Айта кетейік, доллар бетіне әйелдің портреті тек бір рет қана 1886 жылы шыққан. 1 доллар номиналындағы банкнотқа Марта Вашингтон бейнеленген еді. Әр монета мен банкнотта In God You Trust деген жазу бар. Біз Құдайға сенеміз деген жазба ақш-тың монеталарында алғаш рет 1864 жылы пайда болды. Бұл жазу заң жүзінде банкноталарда міндетті түрде басылуын тек 1956 жылы 30 шілдеде президент Дуайт Эйзенхауэр бекіткен. Атеистердің шағымдары мен наразылықтарына қарамастан жазу әлі күнге дейін басылып келеді. Күн сайын 35 миллион банкнот шығарылады. ақш күнделікті айналымға 635 миллион долларды құрайтын әртүрлі құндылықтағы 35 миллион банкноталарды шығарады. Сондай-ақ осы сомадағы тозған қолма-қол ақшалар күн сайын ауыстырылады. Ал айналымдағы доллардың жалпы көлемі 972 миллиард долларды құрайды. Бір қызығы банкноттар бетіндегі Эндрю Джексон 20 доллар, Авраам Линкольн 5 доллар, Джордж Вашингтон 1 доллар секілді тұлғалардың барлығы ақш-тың президенті немесе министрі болған.
тек бәрімізге таныс $100 бейнеленген Бенджамин Франклин ғана ағартушы, мемлекет қайраткері, ғалым және редактор. Оның типографиясында алғашқы американдық доллар басылған. Достар, осымен видеомыз өз мәресіне жетті. Сіздерге пайдалы ақпаратты бере алдым деп ойлаймын. Менің арнамнан басқа да пайдалы ақпараттарды көре аласыздар. Сіздермен бірге болған Доллар KZ арнасы. Видео ұнаса, сіздерге пайдалы болса, арнаға тіркеліп, лайк басып мені қолдап қойыңыздар. Әр қазақ бай қуатты болсын. Келесі кездескенше.